Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер және де достар. Сіздермен бүгін мен Клэш.kz арнасы. Және де қазақша турнир не болып жатыр деп сұрайды, яғни личкада, яғни бұл группа туралы білмейтіндер әлі бар екен. Яғни енді соларға арналған яғни видео не болып жатыр. Бұйырса ертең кландарға кірем, яғни жеңген кландарға, сосын КВ атака көрсететін болам, 1-2 атакадан бұйырса ертең. Сондықтан тез шыққанын қаласаңыздар лайк аямаймыз. Яғни милитари яғни ережеде тоталына тотал болса, яғни по-любому бірінші жапқан жинет дегенбіз. Яғни уже 7 сағат КВ бітуіне аз қалса да, уже милитари армыз тотал жасап, бірінші яғни келесі кезек өтеді. Братство Сталиді жинет, яғни көртуанызда бүкіл жоғып саған. Жайды енді кеше, біз турнирдің стартын 12-де бастаған болатымыз. Сосын енді 1 сағат алынатта, сағат 11-де бастады. Сол турнир 2 сағат бұрын басталса да уже шөсіредет жігіттер бірінші тотал жасап жатады. Қазақ армия кланның келесі кезекке өтумен құттықтаймыз, және қазақ армия жолпсат чемпионы кезет. Сондықтан уже чемпионы кезетті шанс жоқ болғасын. Және де Жетібай кланына левый клан түскен болатын, орыстар яғни. Ал кеше түскендері, және де Қазақстан кланымен нағыз қазақтар деген клан түскен болатын. Және де 9490 Кентау, Адай 362 Қызылорда деген кландарға левый клан түсті. Және де айтпашы сіздерге айтатыным, Қоңырат кланы ұшып кеткен болатын, себебі беседа уже басталмай бұрын агрессия, яғни бұқтап анау болды, сондықтан ұшып кетті да, орнына Қазақстансы деген клан кірген болатын. Жоқ, орнына Қазақстан 2015 кірді, Қазақстан 2015 Мастер Систем KZ ұстап алды, яғни кездесті екеуде. Осын Қазақстансы деген клан бартығын, ол вообще КВ бастаған жоқ, главасы 2004 жылғы. Вообще турнир біздің беседада бар жігіттер жыртылған болатын, айтады, нейді, бізде, видет, Рамзат менің кланыма кіріп, организатормын деп кірді, турнирді КВ-ға қоса салшы, жыртылдым енді. Сағат 12-де старт десе, ұйықтап қалады шығарым деді, ұйықтап қалыпта қазір шыдамай. Сол, Қазақстан кланы дисквалифицирован қылдық. Ұшып кетті, яғни. Жайде келесі Хак Жақбарс кезетпен Спарта кезет кезесті. Жайде милитари армыспен бір егендік жаңа результат көріп тұрсыздар. Яғни турнирге қатысатын кландар осы жаңағы 16 клан көтекті демек болды, яғни. Енді түспей қалған кландарға енді 5-ті дұрыстауға кішкене шанс беретін боламыз. Состав өзгертуге жаңағы 4 кланға 9490 және де Кентау, Адай 362 Қызылорда кланына. Ертең бұйырса видео болады, так что 60-70 лайкты жинап тастайық па. Сол, каналға жазыламыз, және де репс жасаймыз. Амандыққа жолыққанша келесі видеода кездескенше сау болыңыздар достар.